Абай атындағы облыстық балалар кітапханасында кішкентай бүлдіршіндерге қазақтың ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының туған күніне орай арт-тайм тәрбиелік іс-шарасын өткізді. Қалай болғаны жайлы сюжеттен тамашалаңыздар. Раньше такого праздника не было, но со временем, решили, что 10 августа будет Днем Абая. Почему именно 10 августа? Потому что... Догадайтесь. Қазақ халқының ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының туған күніне арнап, орыс тілі бүлдіршіндерге Абай атындағы облыстық балалар кітапханасы керемет шара ұйымдастырды. Алғашқыда балалармен сұрақ-жауап ойыны өткізілді, кейін әрқайсысы ортаға шығып, Абайдың өлеңін оқыды. Расскажет сам осознанные слова, пустой не верь. Их суть продумай, измерь, срами нечаянно глупца. За правду стоит до конца, пусть пошлость нагло груба. Тем легче с ней борьба, будь скромен, будь молчалив. Кейін балалар түрлі түсті қылғалам мен қаламдарын алып сурет салуға кірісті. Олардың суреттен ләззат алып, шабыттары ояну үшін Абай Құнанбайұлының әндері ойнап тұрды. Ал негізгі тіреу болған тақырып ұлы тұлғаның жыл мезгілдеріне арнаған өлеңдері. Соған орай балалар кең дала мен киіз үйді бейнеледі. Я рисую облака, реку, юрту, дерево, солнце и траву. Я нарисовал юрту. А самого Абая ты знаешь, кто он такой? Он великий писатель, мне об этом в школе рассказывали. Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы мұндай іс-шараларды жиі өткізіп тұрады. Оған дейін жастар ресурстық орталығымен бірлесе Абай Дана, Абай Дара танымдық сағатын өткізді. Көріп тамашалап отырғандарыңыз Абай Сарын атты арт-тайм арқылы бүлдіршін балалар, жазғы лагерде демалатын бүлдіршін балалар қазір біздің кітапханамызға келіп Абайдың әуенін естіп, соның әсерінен өздерінің ойларын қағазға сурет ретінде бейнелеп жатыр. Іс-шараның соңында кітапхана ұжымы балалардың салған суреттерін тамашалап, әр бүлдіршінге кітап сыйлады. Қалқатай Қалиеваның айтуынша, Абай Құнанбайұлының туған жылына арнап, алда басқа да іс-шаралар, байқаулар мен танымдық сабақтар өткізу жоспарда тұр. Диас Елемес, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.